елден дейді. Ұлтшыл, ұлтжанды, нағыз патриот, немесе бір намысшыл, білімді, нағыз қамшыстайтын мықты азамат, ел басқарар азамат қалыптасып, одан туып, өсіп, тәрбие алуы мүмкін емес. Тағы бір осы жерде айтып кететінім, қоқыста өскен раушан гүлге құмартпа дейді. Қоқыста өскен раушан гүлге құмартсаң дейді, оның арғы жағының тегін қара дейді. Сонда қоқыс жәшігінде бір әдемі гүл өсіп тұр дейік. Ол не ішті, не жеді. Өткен бір қажеті жоқ, біздің қоқысқа деп лақтырған, біз қажетсіз деп санаған нәрсенің азықтанды. Айналасы оның қоқыс. Енді осының жалғасын айтады, ортасы қоқыс, дұрыс айтасыз. Енді осының жалғасы бар жаңағы сөздің. Қоқыста өсіп тұрған раушан гүлге құмартпа. Егер де сен құмартып оны алатын болсаң дейді, өмір бойы сен сол гүлді дейді, дүзулеп дұрыстаймын деп шаршап өзің өмірден қажып өтесің дейді. Раушан гүл өзінің күнделікті әдетіне көшті. Айналасына қарайды, тап-таза болып тұрған, оған ұнамайды. Оған қандай ұнайды? Қоқыс ұнайды. Бұл теңеу. Қыздар, жандарым, сол бұл теңеу. Кімге теңепті қызыл гүлді? Қыздарға теңеу. Бүгінгі жас ұрпаққа айтар іш кеңесіңіз? Жас ұрпаққа мен білімді бол деп айтар едім. Мектепті алайық. Осыдан бірнеше жылдар бұрын ұбытын тапсырған кезде балаларға бір мүмкіндік болған, мүлдем көп етіп ашық алып кірмесе де қалталарына тығып болсын, телефондарын алып кіретін, шпаргалка алып кіретін, олардың бар ойлары соған сенім болады, сенетін. Мен қысылып жатсам пайдаланамын деген. Тіпті біліп тұрған сұрақ келсе де, дұрыс па жоқ па деп анам алғысы келіп тұратын, телефонды алғысы келіп, қарағысы келіп тұратын. Ал қазір қалай тапсырады? Ештеңке жоқ, ручка да жоқ, су да жоқ, ештеңке жоқ. Келдің, компьютердің алдында отырдың, сенің төбеңнен де камера тұр, жан-жағыңнан да камера тұр. Сен ешнәрсе артық қимыл жасай алмайсың. Бұл деген нені білдіреді? Бұл білімділікті білдіреді. Ешкімге сенбе дейді. Өзіңе сен. Екіншіден, адамгершілікті бол деп айтар едім. Адамгершілігі бар балада бойында барлық қасиет бар. Үшіншіден, кітап оқы деп айтар едім. Кітапты көп оқыса, қазіргі бір нәрсе сұрақ қойсаң, иығын бүйте салатын, немесе басын бүйтіп чайқай салатын, немесе бүйтіп изей салатын, ондай балалар болмау керек біздің қоғамда. Біз қазақтың шұрайлы сөздерін қолдануымыз керекпіз. Қайтадан қопарып жіберіп, кітаптарды оқып жіберіп, еске түсіріп жіберіп, сол сөзбен сөйлеу керекпіз. Бір әкенің соңынан жалғыз аяқ жолмен баласы соңында әкесі алдында келе жатыр дейді. Әкесі уайымдап, балам келе жатыр ма деп артынан жалтақ бүйтіп қарап қояды дейді. Сонда баланың ақылдылығы баласы айтады дейді. Әке, сіз қайта уайымдап артыңызға қарай бермеңіз. Мен сіздің ізіңізбен жүріп келе жатырмын дейді. Ізіңізбен. Сіз не бастыңыз, мен сол ізбен келемін дейді. Міне, бұл тек қана жалаң аяқ жолда емес, істеген істе. Бала құрбысына бар құпиясын айтады да, анасына, әкесіне айтпайды. Неге? Себебі біз ата-аналар, міне осы жерде кеңес, ата-аналар бала бір нәрсені айтып жатқан кезде сөзін бөліп жібереміз. Ой, қойшы, оны уақытым жоқ, соны сөз деп, немесе ой, мен сенің кезінде сөйткенмін, немесе ой, оны сонда білмейсің ба деген сияқты жазғырып сөйлей береміз де, бала ертеңінде ешнәрсе айтқысы келмей айтпайды ешнәрсе. Сондықтан баланың сезіміне серік қосып, баланың ішкі жан дүниесіне үңіліп қарап тұру керек. Егер де ата-ана баланың ішкі жан дүниесіне үңілмейтін болса, онда баласы өсе келе ата-анаға жат болып, бөтен бала сияқты болып кетеді. Көп ата-аналар айтады, мен баламды түсінбеймін. Менің балам осындай нәрсе істегенге мен сенбеймін. Менің балам емес оны істеген деп осындай айтатын ата-ана бар. Неге? Өйткені өз баласын білмейді. Негізі осы сіздің шығарылған екі кітабыңыз, яғни Қызыма хат, Таңда туған тілектер атты кітаптарды жазуға не түрткі болды?
мынау міне қызыма хат деген бұл менің екінші кітабым. Негізінде баспадан бірінші болып таңда туған тілектер шыққан. Осы 300 беттің түгел тілек емес. Негізінде бұл солай болу керек еді деп ойлаймын өзім. Бірінші, мынау таңнан тұрып адамдарға қайырлы таң, қайырлы күн деген тілектен басталған. Бұл 2000-нан асқан кезде маған жекеме шығарды. Сіз таңғы тілегіңізді маған осы нөмірге жіберіңізші, мен сізден тікелей алғым келеді деген сияқты. Өстіп, бұл анау Америкадан, Канададан, Түркиядан маған осындай хаттар келе бастайды. Маған таңғы тілегіңізді маған өзіме жеке жіберіңізші. Екінші, мынау кітапты айта кетейін. Екінші қызым тұрмысқа шыққан кезде, ол қызым 10 шақты жыл Астана қаласында жұмыс істеп жүрді. Содан кейін сол жақтан үйге енді келіп тұрмысқа шығамын деген кезде мен ең бірінші ойыма сап етіп түскен ой, мен мына қызыма айтпаған нәрселерім көп қояды деп. Соны осы кітапқа түсірдім. Қызым тұрмысқа кетем дегеннен бастап 2 айдың ішінде мен түнде 2 сағат, 3 сағаттан ғана оқып, түнгі сағат 3-ке дейін отырып жазып, таңғы 6-тан тұрып, тағы жазып, сөйтіп осы кітапты жазып. Енді кезекте білетін сұрақтарға кезек берсек. Қысқаша бір ауыз сөзбен немесе сөз тіркесімен жауап бересіз. Дәстүр ме әлде заман ағымы ма? Дәстүр. Кітап пе әлде телефон ба? Кітап. Ұстазға тән басты қасиет. Ұстаз деген енді ақынды да, әншіні де, күрішшіні де, егіншіні де, тракторшыны да бәрін тәрбиелеп өсірген ұстаз ғой. Ұстазға барлық нәрсе тән деп ойлаймын. Бақыт дегеніміз не? Бақыт деген бұл бір мезеттік сәт. Мен қазір міне бақытты сәт деп отырмын. Осындай. Осылардың жиынтығын бақыт деп айтамын. Құрметті көрермендер, бүгінгі біз рухани құндылықтан толы тәрбие мен дәстүрлер жайлы тағылымды әңгімеміз өрбіді. Студиямызға қонағы болған Нұрбия Сейітбековна үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет сіздерге де көп-көп. Мектебіміздің әлеуметтік желісінде жарияланып отырған подкастымызды қаншама көрермен көріп отыр. Сіздерге бүгінгі шығарылым ұнады деген ойдамыз. Сіздер де ұлттық құндылықтарды дәріптеп, келешек ұрпақтың тәрбиесіне үлес қосқыңыз келсе, біздің студияда қонақ келсе құт болар тақырыбында өтетін подкастта күтеміз. Сонда сізге айтарым, осы ақ тілектер жазатын кітапшаға өзіңіздің тілегіңізді және де қолтаңбаңызды қойыңыз.